Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 64-ші Сабақтың тақырыбы заттың заттың атын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу. Өлеңді тыңда. Шынығу. Көтер қолды жоғары, құстар қанат қағады. Желаяқтар жүгірер, жерге тимей табаны. Бойың тікте, балдырған, қимылдасын қол жылдам, аяғыңды соз алға, қорықпағын қарғудан. Оңға, солға бүгілгін, кәне жылдам жүгіргін, шымырлықтың мәнісі шынығуда ұғынғын. Енді сұрақтарға жауап берейік. Өлең неліктен шынығу деп аталған? Өлеңде шымыр болуды, қалай шынығу керектігін айтылған. Сол үшін өлең шынығу деп аталған. Өлеңдегі қимылдарды жаса. Өлең жолдарындағы қолыңды көтер, жүгір, бойыңды тіктеп, аяқ-қолыңды соз, оңға, солға бүгіл. Шымыр болу үшін тағы не істеу керек? Жаттығудан басқа сізге пайдалы, нәруызға бай тағамдармен тамақтану керек, жеміс, жидектер жеу керек. Және де таза ауада көбірек болып, дене қимылдары әртүрлі ойындарды ойнау керек. Екінші жаттығу көркем жаз. Салқын сумен сергейміз, денемізді шыңдаймыз. Жұмыс дәптерімізге осылай әдемі етіп жазып қоямыз. Үшінші жаттығу суреттер бойынша мәтін құра. Мәтіннен заттың атын білдіретін сөздерді тап. Ең алдымен біз бірінші суретте баланың таңертең тұрғанын, беті қолын жуғанын және айнаға қарап киінгенін, тамақтанғанын, құстарға жем шашып жатқанын және сөмкесін алып мектепке бара жатқанын көріп тұрмыз. Енді осыған біз мәтін құраймыз. Суретке қарап осы мәтінді құрадық. Менің есімім Ерасыл. Мен 6 жастамын. Өзіме күн тәртібін құрып қойдым. Бірінші сынып оқушысымын. Таңертең ерте тұрып, жаттығу жасаймын. Беті қолымды жуамын, киініп таңғы ас ішемін. Сыртқы киімімді киіп сабаққа шығамын. Жолда кездескен құстарға тамақ беруге тырысамын. Өз уақытымды бос өткізбеймін. Және мәтінде кім? Ерасыл, не? Сынып, тамақ, ас, жаттығу сөздері тапсырма бойынша заттың атын білдіретін сөздер болып табылады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.